мас бұрын жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Біздің сериал кейіпкеріміз Мимидің досы Юнамен бірге ғибадатханаға баруынан басталады. Онда Юна телефонын қолына алып, өзінің сүйікті кумир тобын бақылап отырып, мүлде алаңдап қалады. Ол олар үшін айқайлай береді және жалғыз айқайлаудан жалығып кетеді. Өйткені оны ешкім онымен бірге жігерлендірмейді. Сондықтан ол Мимиге "Менімен бірге бейнені көрейік" дейді. "Бірге айқайлайық. Саған бұл топ ұнайды." Бірақ Мими ересек адам және пұттарды жек көретінін және оларды түкке тұрғысыз деп санайтынын айтып бас тартады. Оның айтуынша, егер олар әдемі болмаса, олар атақты болмас еді. Бірден байқалады. Ол барлық тартымдыларды жек көреді. Неге? Ол дәл солай. Сіз түсініктеме күтесіз бе? Оның жай ғана себебі бар және ешқандай түсініктеме қажет емес. Юна оны сендіруге тырысады. Тек таппен жақынырақ танысыңыз. Мүмкін олар сізге ұнайтын шығар. Бірақ Мими олай емес екенін және бұл адамдардың барлығын жек көретінін айтады. Юна оны сол қалпында қал деп мазақ етеді. Сен бақытсыз өмір сүресің, бақытсыз өлесің. Бұл сөйлем Мимиге қатты әсер етіп, оның өмірін 180 градусқа өзгерткен өткенін еске түсіреді. Мими бұрын өзіне деген сенімділігі жоғары сұлу қыз болған. Ол орта мектепте бір ұлды жақсы көретін. Өкінішке орай, ол үшін мектептегі ең сымбатты жігіт болды. Мектепке баратын кез келді. Барлық қыздар ол үшін төбелесіп жатты. Оның жанкүйерлері көп болғаны сонша, бұл тіпті күлкілі де емес еді. Соған қарамастан, ол өзін өзі жинап, оған мойындау хатын жазып, оны өзі берді. Ол өзінің махаббат хатын сыныптастарының тобына жариялағанын білгенде шошып кеткенше, оның романтикалық армандарын елестетіп, оның жауабын тағатсыздана күтті. "Онымен сөйлесіңіз." Бәрі оны мазақ етіп, оны үмітсіз және ұятсыз деп атады. Мектептегі ең ыстық жігіт оны қалай жақсы көреді? Олар айтты. Сол сәттен бастап ол махаббатты жек көрді, әсіресе ер адамдарға. Ол тіпті барлық қорлық зомбылықтары үшін мектепке баруды жек көрді. Ол барлық еркектерді жек көріп, кез келген жақсы адамды қызғанып, жарақат алды. Бірақ Юна оған, егер сіз бұл таппен жақынырақ таныссаңыз, олар сізге ұнайтынын айтты. Олар сіздің ер адамдарға, әсіресе олардың көшбасшысы мысыққа деген көзқарасыңызды толығымен өзгертеді. Ол сондай тәтті, жанашыр, сүйкімді, мінсіз, сөзбе-сөз мінсіз деп жауап береді Мими. "Мен ешкіммен кездескім келмейді. Рахмет саған. Бұл жеткілікті. Мен қайтадан махаббаттың дәмін татқым келмейді. Мен бастан өткергеннен кейін жүрегім ауырғаннан еріп кетті." Содан кейін ол дұға етуге кетті. "Уа, Раббым, маған ақша берші. Мен енді махаббатты қаламаймын." Сонда ол денсаулықты және үлкен үйді, көліктерді, сарайларды есіне алады. Енді махаббат жоқ. Ақыры ол 5 жыл бұрын сүйген ақымағына қарсы дұға етіп жатыр. "Өтінемін, оның шашы түгел түсіп кетсін. Сонда ол жұмыртқадай таз болып қалады. Басқа қызды ешқашан ренжітпеу үшін қиналсын." Аяқтағаннан кейін ол жұмысқа кіріседі. Біз оның кішкентай мейрамханада аспазшы болып жұмыс істейтінін білдік. Бір күні ол үстелді жинап жатқанда, теледидардан бір топ адамды көргендей болды. Олар өздерін бір-бірімен таныстырды, ал мысықтың жетекшісі оның атын атады. Ол оның қаншалықты жарқын және мейірімді, шынымен сүйкімді, өзіне сенімді, өршіл көрінетінін көрді. Оның айтуынша, олардың арманы Жапониядағы ең үлкен музыкалық фестивальде өнер көрсету, бірінші трендке айналу және көптеген жанкүйерлерді тарту. Жүргізуші олардың ең үлкен тілегі туралы сұрағанда, кода ешкім қайғырмауы немесе ренжітпеуі үшін бақытты барлық жерге таратуға үміттенетінін айтады. Мимидің қалтырауы бар. Тіпті біреудің осындай мейірімді болуы мүмкін бе? Мүмкін емес. Ол қалжыңдайтын шығар. Жүрегінде ол жаңғақ, бұзақы, қорқынышты жігіт. Бірақ ол сөйлемді аяқтамай тұрып, коданың мейрамханаға кіріп бара жатқанын көріп, шошып кетеді. Бұл шынайы өмірде одан да жақсы көрінеді. Теледидардан 100 есе жақсы. Ол сене алмайды. Бұл шынымен ол ма? Ол жақынырақ қараса, оның шынымен ол екенін көреді. Ол оны қорлай бастағанша, немесе оның сезімін жаралағанша қашып кетуге тырысады. Бірақ аспаз оған код тапсырысын қабылдап, оған су әкелуді бұйырады. Оның қасында тұрғанда, оның сұлулығына, терісіне, бетіне, бәріне таңғалады. Оның бірде бір кемшілігі жоқ. Бірақ содан кейін ол өзіне, мүмкін оның сырты айдай әдемі шығар, бірақ іші ауруы мүмкін, дейді. Менде, жоқ, мен оған жақындамаймын. Ол оған қатал қарауды шешеді. Ол одан не жегісі келетінін сұрайды. Ол пицца дейді. Ол оның артынан барады. Бірақ Юнаның коданы қаншалықты жақсы көретінін есіне алады. Сондықтан ол қолтаңбасын алып, оны таңқалдыруды шешеді. Бірақ кода бәрін дұрыс түсінбейді және Мимиді оның жанкүйері деп ойлайды. Ол оған қол қояды және оған ұнағаны үшін оны қайтаруға міндетті сезінеді. Сондықтан ол кенеттен оны құшақтап алады. Мими тоңып қалады. Ол еркектерге үйренбеген. Ол оларды үнемі жек көретін және өмір бойы олардан аулақ жүретін. Кенет әлдебір әдемі жігіт оны еркелетіп, құшақтай бастайды. Ол үрейленіп, ашуланып, оған ұрсады. "Сен не істеп жатырсың? Мен сенің жанкүйерлеріңнің бірі емеспін. Мен досым Юнадан қолтаңба алдым", деп жауап береді кода. "Бүгіннен бастап мен сені ұнату үшін бәрін жасаймын. Мими маған сен ешқашан жетістікке жете алмайсың" дейді. "Сен менің жүрегімді ешқашан жеңе алмайсың. Мен қатты құмарлығы бар еркектерді жек көремін" және ол өзінің барлық психикалық жарақаттарын оған төгеді. Егер ол ештеңе істемеген болса да, ол оның қаншалықты қатал екеніне үнсіз жылайды. Мими үйге келгенде, Юнаға қоңырау шалып, кодамен кездескенін айтады. Юна не істегенін сұрайды, бірақ Мими қобалжып, бәрін бүлдіргенін мойындаудан қорқады. Ол оны құшақтап алды. Ол оған айқайлап, көзіне жас алды. Енді бүкіл ғалам оған қарсы қару алды. Сондықтан ол әңгімені аяқтайды. "Мен саған кейінірек айтамын, әйтпесе сен мені өлтіресің." Ол күнделігіне былай деп жазады. "Еркектердің бәрі сатқын, ешбір еркек бұған лайық емес. Ол оның жүрегіне лайық және ол оған ғашық болғанға дейін кодтан аулақ болу керек. Өйткені ол оны бүгін жақсы көрді." Ол білмейтін нәрсе, келесі күні кода мейрамханаға қайта баруды шешеді. Ол онымен бірге болып,
оған көмектесу және оған ғашық болу үшін оны жұбатады. Ол бірінші кезекте оны таппен таныстырады, оған қызығушылық танытады деген үмітпен альбомдар, фотосуреттер, журналдар береді. Ол тіпті оны концертке шақырады және оған сыйлық түскі асымен бірге VIP билет береді. Бірақ ол жиіркенішпен «Бұл маған әсер етпейді» деп жауап береді. «Тамақты қайтарып ал, мен сенің жүзіңді енді көргім келмейді». Кода тағы не істей аламын дейді. «Сен шынымен жалықпайсың және жалғыз емессің. Сен өз өміріңде Юнаны ғана білесің». Ол өзін ештеңе сезінбейтінін және көп жұмыс істегісі келетінін, ақша тапқысы келетінін, пәтер мен көлік сатып алып, тәуелсіз болғысы келетінін айтады. Ол оған «Жарайды, мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын» дейді. «Мен саған күнде барып, шаршап, құлап қалғанша бірте-бірте өзімді жақсы сезінетін боламын». Уақыт өте келе ол оған үйрене бастайды. Ол оның шынымен мейірімді екенін және әрқашан бәріне көмектесетінін байқайды. Бір күні ол оны әйгілі актриса Юмикаға берген сұхбатында көріп, олар кездесіп жүрген шығар деп ойлады, бірақ оған бәрібір. Тағы бір жолы Кода мейрамханада көмектесіп жатқанда екі адам кіріп келді. Олардың бірі оны танып, оны дөрекі түрде мазақ ете бастады. Мими Коданың төбелесуін немесе оның атақ-даңқын пайдаланып, жігіттің өмірін құртуын күтеді. Бірақ оның орнына Кода кешірім сұрап, ер адамның көңілінен шығу үшін өзін жақсартуға тырысатынын айтады. Мими өзінің қаншалықты күшті екенін, жағымсыз пікірлерден жоғары тұра алатынын түсінеді. Бірақ ол білмейтін нәрсе, бұл адам кеткеннен кейін Кода сыртқа шығып, жылай бастайды. Ол оған бұл сөздердің бәрі оны шынымен ренжітетінін айтады, бірақ ол мұны жасыруы керек, өйткені ол көшбасшы. Егер оның тобы оған бірдеңе дұрыс емес екенін байқаса, олар да зардап шегеді және бұл олардың бүкіл мансабына әсер етеді. Ол сондай-ақ оған бүкіл әлемнің мейірімді болғанын және барлығының бір-біріне жақсы қарым-қатынаста болғанын қалайтынын айтады. Оның айтуынша, бәрі бала кезінде ғарыштық әуенді тамашалауы керек еді. Сосын ол кетіп қалады. Кенет Мими оған аздап таңдана бастайды, бірақ ол өзіне «Оян» дейді. Ол атақты кумир, оның айналасында көптеген жанкүйерлері мен сұлу қыздары бар. Ол сені ешқашан ұнатпайтын еді. Ол бұдан былай онымен ешқандай байланысы болмайтынын, жағымсыз пікірлерді оқымайтынын, ол туралы ештеңе көрмейтінін, мүлде ештеңе көрмейтінін айтады. Бірақ ол Кода тамаққа тапсырыс бергенін білгенде қатты таң қалды және оны арнайы жеткізуді өтінді. Ол ашуланып, өзіне бұл жай ғана тамақ жеткізу сияқты қарайтынын және бірден кететінін айтты. Бірақ оның кенеттен оның алдында бұлшық еттерін көрсетіп тұрғанын көргенде қатып қалды. Оның шошып кеткені сонша, тамағын жерге тастады. Ол жағдайды пайдаланып, оған үйге кіріп, кешкі ас әзірлеу керектігін айтты. Өйткені ол олардың тамағын бүлдірді. Ол оны мазақтап, оған жақындай бастады. Бұл оның жүйкесін одан сайын күшейтті. Бірақ оның қаншалықты шиеленісті екенін байқаған кезде, ол оған жақында романтикалық драмада ойнағанын және жай ғана репетиция жасап жатқанын айтты. «Мен жай ғана репетиция жасадым. Мені қате түсінбеңіз және сізді ұнатамын немесе флирт жасауға тырысамын деп ойламаңыз». Ол ашуланады, бірақ оған мән бермейтін кейіп танытады. Кода тамақ пісіріп болғанша өзін жайлы сезінуге тырысып, онымен сөйлесуді жалғастырады. Ол одан отбасы туралы сұрайды. Ол оған жалғыз екенін айтады. Анасы қайтыс болды, әкесі елден кетті. Ол жалғыз тұрады. Ол оның отбасы туралы сұрайды. Ол оған олардың да шетелде тұратынын айтады. Ол оған суреттерін көрсетеді. Ал ол оның біреуінде сүйкімді қызбен бірге тұрғанын байқайды. Олар жақын дос болып көрінеді. Сондықтан ол өзінің кім екенін сұрайды. Ол менің ең жақын досым екенін айтады, бірақ басқа мәлімет бермейді. Мими бұл қызбен шынымен кездесіп жүргенін және оның тобына әсер етуі мүмкін жанжалдарды болдырмау үшін оны жасырып жүргенін айта бастайды. Бірақ Кода оны олардың мүлде кездеспейтініне және оның жанкүйерлерін ренжіткісі келмейтіндіктен ешкіммен кездесе алмайтынына сендіреді. Ол оған айтады, бірақ бұл сенің өмірің, сенің біреуді сүюге құқығың бар. Ол «Иә, бұл менің өмірім, бірақ мен ешкімді ренжіткенді ұнатпаймын» деп жауап береді. «Мен әрқашан өз жанкүйерлерімді жақсы көремін және оларды бақытты ететін нәрселерді жасаймын» деп қосты ол. «Мен әрбір жанкүйерді күлдіртуім керек. Күлімдеп, өзіңді жақсы көретініңді сезін» деп сұрайды ол. Тіпті олар саған жамандық жасап, жағымсыз пікірлер жасаса да, ол «Иә, мен бұған шыдаймын» дейді. «Мен әрқашан осылай істейтінмін». Ол оған жанашырлық таныта бастайды. Ол оның жұмысы оңай емес екенін түсінеді. Ол жай ғана қарапайым өмірі бар әдемі жігіт емес. Оның өмірі қысымға, жеккөрінішті пікірлерге және адамдардың оған жасаған шабуылдарына толы. Ешқандай себепсіз. Тіпті олар онымен ешқашан кездеспесе де, олар экранда тек әдемі жүзді көріп, оны танимын деп ойлайды. Ол сондай ақ бір кездері олар сияқты болғанын, пұттарды айыптағанын, оларды тартымды болғаны үшін жек көретінін жоққа шығара алмайды. Енді ол өзін кінәлі сезініп, енді ешкімді танымай-ақ соттамаймын деп шешті. Тамақ пісіріп болған соң ол кетіп қалады. Қайтар жолда ол кенет орта мектепте бұрынғы сыныптастарының қасында тұрғанын мойындаған сол бұзақыны көреді. Оны көрген бойда оны мазақтай бастайды. «Ей, бұл орта мектепте саған мойынсұнып, бас тартқан қыз емес пе? Оның өзін өзі бағалау жоқ па? Қазір оған қара. Құдайға шүкір, сен одан бас тарттың. Тіпті менің аяқ киімім оның бетінен де жақсы көрінеді». Мұны естіген Мими басынан өткерген барлық қорлықтарды есіне алды. Оның көздері жасқа толады, өйткені ол әлі де өзін әлсіз сезінеді және өзін қорғай алмайды. Ол өзінің өмірінде сыртқы келбетін де жақсартқан жоқ. Ол мектепті тастап кетті. Ол кішкентай мейрамханада жұмыс істейді. Оған ештеңе өзгермеген сияқты. Бірақ кенеттен ол бір жерге жүгіріп келіп, оны құшақтап,
оның сүйіктісі екенін айтты. Ол бұзақыны жазалайды. Онымен бұлай сөйлесуге қалай дәтің бар? Оны қорғайтын ешкімі жоқ деп ойлайсың ба? Бұзақы шошып, сен онымен кездесіп жүрсің дейді. Сен оны бірінші кезекте қалай алдың? Ол сен сияқты адамға қалай келісе алар еді? Оның көздері қайтадан жасқа толады. Бірақ бұл жолы Каута оны қорғайды. Ол мені түсінбеді. Мен оған бір көргеннен ғашық болдым. Мен тіпті оның артынан жүгірдім. Миме жай ғана аң-таң. Оны бұрын-соңды ешкім қорғаған емес, және оның кумирі болып шыққан атақты кумир де емес. Бірақ ол өзін бақытты сезінбей тұрып, адамдар Кутаны таныды. Барлығы өсек аяңды жазып, тарату үшін телефондарын суырып алады. Кута Мимеді тез ұстап алып, біреу оны ұстап алғанша қашып кетеді. Суретке түсіріп, оны ренжітіңіз. Соңында ол одан, неге олай істедің, деп сұрайды. Ол кездейсоқ болса да, оны жақсы көретінін айта алады деп үміттенеді. Бірақ бұл оның үмітін үзеді. Ол кез келген қыз үшін де солай істейтінін айтады. Өйткені ол оған әпкесі сияқты қарайды, және оның ешқашан жылағанын қаламайды. Ол оған бұзақының бір тамшы да көз жасына тұрарлық емес екенін айтып, оның біреуді қалай жақсы көретінін сұрайды. Мына таз жігіт сияқты шіркін, мұңайма деп қосады. Бір күні сені кім екенің үшін жақсы көретін және сенің бойыңдағы сұлулықты көретін жақсы жігітті кездестіресің. Өйткені сен қазірдің өзінде сол қалпындасың. Ешқандай күш жұмсамай оның сөздері оған қатты әсер етеді, және Миме оның шынымен де оның жанкүйерлерінің бірі болуы мүмкін деп ойлай бастайды. Әсіресе оның көптеген альбомдары, фотосуреттер бар, және оның жаңа фильмі шыққан сайын оны бірден оған жібереді. Оған киноға барудың қажеті жоқ. Ол онымен барлығын кезең-кезеңімен бөліседі. Уақыт өте келе, өкінішке орай, ол өз сезімдеріне сенімді бола бастайды, және мысықты шынымен жақсы көретінін түсінеді. Бірақ не істеу керектігін білмейді. Мүмкін ол оған хат жазып, бәрін мойындауы керек шығар. Егер ол оны сыныптастары сияқты мазақ етсе, немесе мазақ етсе ше, ол өзінің сүйіспеншілігін енді ешқашан мойындамайтынын шешеді. Өйткені ол олардың достығын бұзғысы келмейді және ақырында бойдақ болып бас тартқысы келмейді. Әсіресе ол оған жанкүйерлерін ренжітпеу үшін ешқашан ешкіммен кездеспейтінін айтқаннан кейін. Сонымен бірге Кода пікірлес адамдар тобын жинап, оларға өзінің соңғы жетістіктері туралы, олардың соңғы әні трендте екенін, және жақын арада олар Жапониядағы ең үлкен фестивальде өнер көрсету туралы армандарын орындайтынын айтады. Олардың YouTube арнасы да біз сияқты 3 миллион жазылушыға жетуге жақын. Құрметті көрермендер, олар жақын арада бүкіл әлем бойынша жанкүйерлері бар ең үлкен топтардың біріне айналады. Сондықтан жазылуды және хабарландыруларды қосуды ұмытпаңыз. Кездесу барысында барлығы мысыққа алғыстарын білдірді. Өйткені ол көшбасшы және жауапты адам. Кездесудің ортасында код менеджері қоңырау шалып, топтың жақын арада фестивальде өнер көрсетуге ресми түрде рұқсат етілгенін, және олар соңғы мақұлдауды алатынын айтты. Олардың әні де бірнеше марапаттарға ұсынылды, және олардың жаңа альбомы барлық жерде хит болды. Жақында олар тіпті жаңа трек шығарады. Кода қуанып, бұл тек бастамасы екенін айтады. Олардың атақ даңқы ақшаларымен жанкүйерлермен бірге одан сайын арта түседі. Кодамен бірге жұмыс істеген актрисалардың бірі теледидарға шығып, ол туралы әңгімелейді. Ол өзінің шынымен тәтті және мейірімді екенін, жараларды емдей алатын адам екенін, және онымен қарым-қатынаста болған кез келген адам бір көргеннен бірден ғашық болатынын айтады. Миме сұхбатты қарап отыр. Оның таңданысы артып келеді, бірақ ол көңілі қалды. Өйткені ол соңғы кездері бос емес. Енді мейрамханаға оны ертіп баруға немесе бұрынғыдай мазақ етуге келмейтін. Кода мұны сезгендей, оған қоңырау шалып, тапсырысты оған жеткізуді сұрайды. Ол компанияға келгенде, онымен суретке түсуді ғана күтетін жанкүйерлердің санына таңғалады. Ол қобалжып, не істерін білмей қалады. Бірақ күзетші оны аяп, лифтке дейін шығарып салып, пәтердің қай қабатында екенін айтып береді. Код енгізілген. Лифтте ол Кодамен бірге жұмыс істейтін актриса Юмикомен кездесіп қалады, және оны шынайы өмірде алғаш рет көргенде шошып кетеді. Юмико оған өзінің өте әдемі екенін, және Кода оған ғашық болған болуы керек екенін айтады. Ал Миме, сенімен салыстырғанда, мен кіммін деп ойлайды. Кода бұл сұлулықтың бәрін тастап, маған қарамайды. Мен жай ғана қарапайым қызбын. Менің бойымда қандай құндылық бар? Ол келгенде, Коданың оны көптен бері күтіп тұрғанын біліп, олардың бәрі аштықтан өліп жатқанын айтады. Ол оның айналасында шашылып жатқан көптеген фотосуреттерді байқайды. Ол сұрағанда, ол фестивальге осы киімдерді таңдау керек екенін түсіндіреді. Ол оған костюмдердің бірін қатты ұнататынын айтады, және ол оны киетінін айтады. Ол өзіне ұнайтын нәрсені таңдағанда, ол керемет бақытты болады. Содан кейін оның назарын код тобының мүшелерінің бірі Сем аударады. Ол Семге киімінің өте сүйкімді көрінетінін және оның әдемі көрінетінін айтып, әдемі шашын немен бояйтынын сұрайды. Кода оған ұнайма деп сұрайды. Ол, иә, ол шынымен де керемет, шынымды айтсам, деп жауап береді. Кода қызғана бастайды, бірақ оны жасыруға тырысады. Олар сөйлесіп жатқанда, оларға лайк тобының мүшелері қосылып, оларды бірге көреді. Олардың барлығы Мимеге оның сүйкімді және нәзік көрінетінін, және оны әпкесі ретінде жақсы көретінін айтып, мақтай бастайды. Олар тіпті одан мерекелік киімдерді таңдауын сұрайды, өйткені оның талғамы өте жақсы. Олар оған Котаның ол туралы көп айтқанын естігендерін, оның керемет аспаз екенін, және оның өте тәтті, ол кездестірген ең жақсы қыз екенін айтады. Олардың барлығы оған өзін таныстырады. Ал Миме өзін ғашық болғандай сезінеді. Ол өзін бал құмырасына салып,
оның пікіріне қызығып, онымен сырласатын әдемі ұлдардың қоршауында қалды. Бұл оның ешқашан елестете алмайтын нәрсесі. Ол тек бір ұлдың оны жақсы көргенін қалады. Ал қазір оның 6-ы бар және олардың әрқайсысы бір-біріне қарағанда тартымдырақ. Бірақ Кода қызғанып, балалар, оны жайына қалдырыңдар, дейді. Ол менің киімімді таңдап қойған. Өзіңдікін таңда. Ол сенікі емес, менің жанкүйерлерімнің бірі. Ол оған жақындай бастайды. Бұл оның жүйкесін жұқартады. Ол үрейленіп, кездейсоқ қолындағы заттарын, соның ішінде күнделігін тастап кетеді. Сэм оның күнделігін еденде байқап қалады да, оны көтеріп алады да, оның Кодаға деген сүйіспеншілігі туралы жазғанын көргенде қызығушылық пайда болады. Бірақ ол өзін ұсқынсыз деп санайтындықтан мойындауға сенімді емес, және ол сияқты біреумен мүмкіндігі жоқ. Ол оны аяйды. Осы уақытта Кода оған журналға фотосессия жасап жатқанын айтып, оны қолдауға келуін өтінеді. Ол қуанып, оған деген сезімін білдіруге тырысады. Бірақ ол келгенде, оның Юмикомен бірге отырғанын көреді. Олар құмарлықпен сөйлеседі және бірге сүйкімді көрінеді. Жұп сияқты. Мими оның мүмкіндігі жоқ деп ойлап, көңілі түсіп, ренжіп кетіп қалады. Сэм оның соңынан еріп, журналды жерден тауып, таптым деп қайтарады. Ол дүрбелеңге түседі. Әсіресе ол Кодты шынымен жақсы көретінін тікелей сұрағанда. Оның мұны оқығанына таң қалып, ашуланып, жауап беруден бас тартып, оны рұқсатсыз оқығаны үшін ұрысады. Ол оған Кодты жақсы көретін болса, қашып кетпей, мойындау керектігін айтады. Ол бірнеше жыл бұрынғыдай қателік жібермеуі керек. Ол шошып, мұны қайдан білетінін сұрайды. Ол күнделігінің қалған бөлігін оқып, орта мектепте оны ренжіткен бала туралы білгенін айтады. Ол одан ренжімеуін сұрайды. Мәселе ол емес, басқа жігіт болды. Ол бұзақы және ақымақ болды. Және ол бір жаман жағдайға байланысты жүрегін жаппауы керек. Олар сөйлесіп жатқанда Юмико пайда болып, Сэммен амандасады. Оған мысықпен түсірілімді аяқтағанын хабарлайды. Мимидің сол жерде тұрғанын көріп, оның кім екенін сұрайды. Сэм Мимидің мысықтың көмекшісі екенін айтады. Ол оған үнемі тамаға келеді. Юмико Мимиге мысыққа қамқор болғаны үшін алғыс айтады. Мими ұялшақ, өйткені Юмико өте әдемі және мейірімді. Сэм мұны байқап, Мимиді әзілдеп құшақтап, оның да жанкүйерлерінің бірі екенін және оны да жақсы көретінін айтты. Мими оны жиіркенішпен итеріп жібереді. Ол одан аулақ болуды бұйырады және Сэм оған қолын тигізген кезде оның қобалжымағанына немесе жүрегі соғып тұрғанын сезбегеніне таң қалады. Өйткені егер ол мұны ертерек жасаса, ол қорқып, үрейленіп, бәрі дұрыс болмас еді. Бірақ ең таңғаларлығы, қазір болып жатқанның бәріне байланысты Юмико өте кішкентай болды. Өйткені ол шын мәнінде Сэмнің жанкүйерлерінің бірі және онымен кездескісі келеді. Сондықтан ол Мимиден бала күтімі үшін дос бола алатынын сұрайды. Ол онымен амандасып, қолын қатты ұстайды. Бұл Мимиді қорқытады. Ол Юмико өзін осылай ұстайды деп ойлайды. Өйткені ол Кутаны қызғанады. Өйткені Юмико Сэмді шынымен жақсы көретінін білмейді. Осы уақытта Каутаны видеоға түсіріп, өміріндегі бір нәрсеге өкінетінін сұрайды. Ол сүйіктісімен өткізген сәтін есіне алады, бірақ оны жоққа шығарады және ештеңеге өкінбейтінін айтады. Содан кейін ол Мимиге кешірім сұрайтын хабарлама жібереді. Себебі ол соңғы уақытта түсірілім алаңында бос емес және онымен байланыса алмады. Ол оған жағдайды түзететінін және ертең онымен бірге бір жерге баруын қалайтынын айтады. Бірақ олар шын мәнінде жаңа әніне бейнебаян түсіруі керек. Сондықтан ол одан түсірілім орнына келіп, сол жерде оған қолдау көрсетуін сұрайды. Ол келіп, қатысушылардың бірінің қобалжығанын және сахнаны дұрыс ойнай алмайтынын байқайды. Ол бәрін бүлдіретін сияқты. Сондықтан олар оны мектеп формасына кигізіп, демалуға көмектесу үшін онымен бірге ойнауға мәжбүр етеді. Оның арқасында ол қобалжуды тоқтатады. Олар музыкалық бейне түсіріп жатыр және бұл керемет болып шықты. Барлығы Мимиге алғысын білдіріп, оның таланты бар екенін айтып, актерлік өнерін мақтайды. Бірақ ол оны қалай пайдалану керектігін білмейді. Ол тек бір адаммен ғана ойнаймын деп ойлайды. Бірақ ол бүкіл таппен бірге ойнайтынын білгенде шошып кетеді. Әрбір мүше оған көбелектерін ұшырып жіберетін романтикалық, нәзік сөздерді айтады. Ол кезегі келгенше олардың ешқайсысына берілмеу үшін өзін қолында ұстайды. Ол сөйлеп, оған романтикалық сөздер айтқан сәтте, бұл ол есінен танып, бақыттан есінен танып қалады. Одан басқа бәрі жақсы болды. Ол оны жеңе алмас еді. Директор үрейленіп, киімін ауыстырып, демалу үшін оны бөлмесіне алып кетті. Оның жақсы екеніне көз жеткізгеннен кейін, ол оған көптеген сыйлықтар берді. Өйткені ол оларға түсірілімді аяқтауға көмектесті. Ол қуанып, Куда тәрізді мүсіншені таңдап алып, алдына қойып, оған тәуекел жоқ, қызық жоқ деген жазуы бар мүсіншені сыйға тартты. Содан кейін ол мүсіншеге өзінің сезімін мойындауға тырысты. Ол оны қатты жақсы көретінін және бір күні оған шындықты айта алатынына үміттенетінін айтты. Ол өз сезімдерінен қашуды доғару керектігін айтады. Бірақ оның алдында тұрған жердің қобалжығанын және оның жүзі өзгергенін көргенде шошып кетеді. Өзгерді. Ол оған бәрін естігенін және оның әзілдегенін білетінін және оны басқа топ мүшелері сияқты жақсы көретінін, жанкүйер ретінде басқа ештеңе емес екенін айтады. Ол жауап бермейді, қобалжып, тез қашып кетеді. Бірақ ол Сэмнің сөзін есіне алады және бұл оның жіберіп алмайтын мүмкіндік екенін түсінеді. Ол әлі де оның сезімін біледі. Ол оған шындықты айтуды шешеді, қайтып оралады және оны жақсы көретінін және оған басқаларға ұқсамайтын шынайы сезімдері бар екенін мойындайды. Оның айтуынша, олардың бәрі менің ағаларым, бірақ сен менің ағам емессің. Мен сені ғана жақсы көремін. Мен сені басқаша қабылдай алмаймын. Мен саған тәнтімін және сенімен бірге болғым келеді. Мүмкін бір күні сен де мені жақсы көретін шығарсың. Ол кешірім сұрап, оған ешқандай сезімі жоқ екенін және онымен бірге бола алмайтынын айтып,
оны таң қалдырады, әсіресе қазір. Ол енді ешкіммен кездеспеймін деп шешті және оның барлық махаббаты тек жанкүйерлеріне арналады. Ол одан өзіне ұнай ма, әлде ұсқынсыз ба, әлде дұрыс емес нәрсе жасады ма деп сұрайды. Ол оған керісінше, оның мінсіз қыз екенін айтады. Бірақ мәселе оның бойында. Ол психологиялық жарақат алғанын және қарым-қатынасқа дайын емес екенін айтады. Және ол оны ренжіткісі келмейді. Оның сезімін білгеннен кейін, ол оған енді дос бола алмайтынын айтады. Өйткені ол оның жанында өзін қалыпты ұстай алмайды және ол әрқашан өзін жайсыз сезінеді. Сондықтан барлық байланыстарды толығымен үзген дұрыс. Ол есеңгіреп, ренжіді, бірақ соңғы кездегідей емес. Ол өзіне деген сенімділігін жоғалтпайды. Бұл жолы ол өзінің мақтанышын жеңіп, оны жібермеуге шешім қабылдады. Ол қайта-қайта тырысады, өйткені оның қарым-қатынасы жоқ. Шынымды айтсам, ол керемет. Ол сияқты адамды қайдан табар еді? Әдепті, келбеті мен ақшасы бар жігіт. Оның бірінші қадамы сыртқы келбетін өзгерту керек екеніне өзін сендіру. Ол бұлшық еттерін көтеру және оны ұнату үшін жаттығу залына барады. Бірақ қыздардың Кут пен оның жанжалы туралы жаман сөздер айтқанын естігенде ол шошып кетеді. Ол абдырап қалды. Бұл қандай жанжал? Ол Твиттерді ашып, өзекті тақырыптарды зерттеп, Кутаның трендте екенін біледі. Ең танымал тақырып оның орта мектепте бір қызбен кездесіп, оны әуеге көтерілгенше аңдып жүргені болып шықты. Қазір оны бұрын жақсы көретін жанкүйерлердің бәрі оны жек көріп, балағаттап жатыр. Оған шабуыл жасап, оның беделіне нұқсан келтіру үшін ғана жасалған беттер бар. Тіпті теледидардағы адамдар да ол туралы жаман сөздер айтып, сыртқы келбет бәрі емес, күлетін, сүйкімді адамдардан қорқу керек, өйткені олар қорқынышты құпияларды жасырады. Мими шоуды көріп, ашуланады, өйткені ол құдамен айналысқан жалғыз адам. Ол оны мұқият қадағалайды және оның іші де, сырты да шынымен жақсы адам екенін біледі. Бірақ ол бұл әңгіме оған әсер етіп, оның өзін өзі жабуына, депрессияға түсуіне, бәрін тастап, бас тартуына себеп болуы мүмкін деп алаңдайды. Сем келіп, оған тосын сыйы бар екенін айтады. Ол не екенін сұрағанда, ол қорапты ашып, Кутаны шығарады. Ол оған жанжал басылғанша олармен бірге болуды шешкенін, олар көп ойланғанын және одан басқа ешкімге сене алмайтынын айтады. Ол оған қамқорлық жасауды бұйырады. Оның құны 100 ер адам деп әзілдейді. Ол оған садақа сұрап жатқанын айтады. Ал ол құдуды үйіне апарып, ата-анасының бөлмесіне жатқызады және оған тек топтың арқасында көмектесетінін айтады. Өйткені ол оны жақсы көретіндіктен емес, ол оны ұзақ тұрмайтынына, мазаламайтынына және оны тыңдайтынына сендіреді. Осы уақытта компанияда хаос басталады. Барлығы Кутаның тобына шабуыл жасайды. Олар өздерінің армандарын жүзеге асыруға өте жақын болды. Ең үлкен фестивальде өнер көрсету, бірақ ол тоқтатылды. Олар сондай-ақ 24 сағаттан аз уақыт ішінде 500 000 жазылушысынан айырылды. Барлығы күйзеліске ұшырайды. Әсіресе Ямако, ол Кута үшін қорқады, өйткені мұның бәрі оның психикалық денсаулығына әсер етуі мүмкін екенін біледі. Ол сезімтал және мейірімді. Мими Кутаның денсаулығы нашар екенін және оның өзі емес екенін байқайды. Ол оған қызуы көтерілгендей сезінетінін айтады. Ол тексеріп, оның рас екеніне көз жеткізеді. Ол бірден оған қамқорлық жасай бастайды, дәрі-дәрмек береді, түні бойы ұйықтамайды. Сауығып кеткенше маңдайына салқын сүлгілерді жағады. Ол осы мүмкіндікті пайдаланып, одан қауесеттерге байланысты оны да жек көре бастағанын сұрайды. Ол оған оны жек көру мүмкін емес екенін айтады, өйткені ол одан ешқашан мейірімділіктен басқа ештеңе көрмеген. Ол өте мейірімді адам. Неге ол оны жек көреді? Ол соншалықты үстірт емес. Ол оған өзінің әдемі келбетінің артында көп нәрсені жасырып жүргенін айтады, бірақ ол жаман адам емес. Оны жай ғана дұрыс түсінбейді. Ол оған мұның бәріне мән бермейтінін айтады. Ол оның ешқашан ешкімге зиян тигізбейтін жақсы адам екенін біледі. Ол эмоцияға беріліп, жылайды, өйткені ол оған сенетін жалғыз адам. Ол оған жүрегін ашып, қауесеттер туралы шындықты айтады. Ол оған баяғыда Рей есімді жақын досы болғанын айтады. Ол оған әпкесі сияқты болды. Ол онымен бәрі туралы сөйлескен жалғыз адам болды және ол оны жақсы көрді және қолдады, өйткені оның ата-анасы үнемі саяхаттап жүрді және ол жалғыз болды. Ол оның үйінде көрген суретін еске түсіреді. Суреттегі қыздың аты Рей болатын. Ол бір күні оның өзіне ұнайтынын түсінгенше, екеуінің арасында бәрі жақсы болғанын айтады. Ол қалай әрекет ету керектігін білмеді, өйткені ол пұтқа айналды. Ал танысу жанжалға әкелді және топ әлі де жаңа болды. Бұл жерде қиындыққа немесе қауесетке орын болмады. Оның да оған деген сезімі болса да, ол оны басып, жерлеп, өз сезімдерінен қашып, одан мүлдем аулақ болуды шешті. Ол оған SMS жазған сайын, ол ешқашан жауап бермеді. Жүрегінде онымен сөйлескісі келсе де, ол аулақ жүруді оған байланбаудың және оны қорғаудың ең жақсы жолы деп ойлады. Өйткені ол жанкүйерлер оны ренжітуі мүмкін екенін білді. Ақырында ол үмітін үзіп, хабарлама жіберуді тоқтатты. Бір күні оған қорқынышты хабар келді. Ол мектептен қайтып келе жатқанда жол апатынан қайтыс болды. Ол депрессияға түсіп, өзін кінәлі сезінді, өйткені ол оның хабарламаларын елемей шетте қалды. Ақыры олардың чатын ашқанда, ол оның хабарламаларын тапты. Ол оны әрқашан қолдап, оны жақсы көретінін, ешқандай қиындық тудырмайтынын немесе қауесет таратпайтынын және ол жақсы болғанша оны алыстан жақсы көретінін айтты. Оның кінәсі одан сайын арта түсті, өйткені ол оған зұлымдық жасағанын түсінді. Ол өзін бәрінен де жақсы көретін, оған қамқорлық жасайтын, оның орнына ештеңе қаламайтын адамынан айырылды. Содан бері ол махаббат, қарым-қатынас және тіпті жақын достық идеясынан қатты күйзелді. Ол досынан айырылғандай ешкімді қайта жоғалтқысы келмейді. Осыған байланысты ол енді Мимиден қашпаймын деп шешті. Ол онымен бетпе-бет келіп, қарым-қатынасқа дайын емес екенін айтады. Иә,
Ол біраз уақыт ренжіп қалады, бірақ ақыры оны ұмытып кетеді. Мими оның сыртқы келбеті немесе өзі ойлап тапқан ақымақ идеялары үшін емес, эмоционалдық жарақаты үшін одан бас тартқанын білгенде жеңілдеп қалды. Ол оны жұбатуды шешті және денсаулығы жақсарғанша оның жанында болды. Ол оған түні бойы оның сөздерін ойлағанын және оның өзіне де жамандық жасағанын түсінгенін айтты. Оның құрбысы апаттан қайтыс болды. Бұл оның кінәсі емес. Ол оны алыстан ғана жақсы көрді және оны алыстан қолдады. Иә, ол оның мәтіндеріне жауап бермей қателесті, бірақ оның тағдыры осылай аяқталатынын ешқашан біле алмады. Бұл тағдыр еді. Ол өзін басқара алмағаны үшін өзін кінәламауы немесе мәңгілікке жазаламауы керек. Оның сөздері оны біршама жақсы сезінді, бірақ ол телефонын ашқанда веб-сайтта топтың тарайтыны туралы жаңалықтар пайда болғанын білгенде қатты таң қалды. Адамдар Кутаны қуып жіберуді талап етті. Әйтпесе олар бүкіл топқа бойкот жариялайтын еді. Кута тез арада Мимидің үйінен шығып, компанияға кетті. Бір апта өтті. Ол мүлдем жоғалып кетті. Қоңырау шалмаңыз, бармаңыз. Ол адамдардың көз алдында өзінің имиджін қалай қалпына келтіруге болатынын білуге тырысып, өз ойына батып кетті. Бүкіл команда, әсіресе Юмико, қатты қорқып кетті. Мен ол үшін уайымдадым. Өйткені мен мұндай нәрсе оны қайтадан құртуы мүмкін екенін білдім. Сондықтан Юмико Мимидің мейрамханасына барып, одан Кутаға көмектесуін және оған баруын өтінді. Алдымен Мими үрейленіп, қобалжып, ренжіді, бірақ соңында ол өзін жігерлендіріп, оны бақытты ететін нәрсе жасауға шешім қабылдады. Ол оған тамақ әзірлеп, тәттілермен бірге жіберетін. Мен күн сайын жігерлендіретін хабарламалар аламын. Содан кейін ол жанкүйерлер арасында топты қолдауға барды. Оның сөздері қыздардың жүрегін елжіретіп, олар тынышталып, Кутаны қайтадан қолдай бастады. Олар оны жақсы көретіндерін, оның қайтып келуін күтетіндерін және оған әрқашан адал болатындарын айтты. Мими қайда барса да позитивті көзқарасты таратып, адамдарға топтың керемет екенін және қолдауға лайық екенін айтты. Ол әлеуметтік мазасыздығына байланысты бетперде кигенімен қатты қол шапалақтады. Адамдар оның адалдығы туралы айта бастады және бұл сән тақырыбына айналды. Бұл үлкен дүрбелең тудырды және көптеген адамдар оның ықпалына түсіп, қыздың өліміне шынымен кінәлі ме, жоқ па деген шындықты сұрай бастады. Бір жерден видеоны көріп, оның қасында болғанына қуанды, бірақ ол әлі де өзін кінәлі сезінді. Ол бәрін мойындауға шешім қабылдады және ресми түрде кешірім сұрады. Егер олар оны топтан шығаруды жақсы сезінсе, ол қарсы болмайтынын айтты. Бірақ бүкіл команда оны қолдады. Олар оған оны ешқашан тастамайтынын және ол жоқ кезде өзін тыныш сезінбейтінін айтты. Олардың менеджері оларға қолдау мен жігер білдіретін хаттарға толы қораптарда келді. Мими де Юнаны алып, оның атын айқайлап компанияға барды. Кута келгенде ол қатты қуанды. Ол оларға жақын арада шындықты ашатынын және бұрынғыдан да күштірек оралатынын айтты. Мими есін жиып, маскасын шешіп, жылай бастады және оған жалғыз емес екенін айтты. Ол әрқашан оның жанында тұрып, оны жақсы көретін, оны күткен жанкүйерлер сияқты. Оның есімін бәрі қозғап қарсы алды. Тіпті ол қатты әсер етіп, оған жүгіріп барып, оны құшақтағысы келді, бірақ қолынан келмеді. Фестивальге бара жатқанда Сью конвертті алып, Риттің үйінің жанынан өтіп бара жатқанын және мысыққа жолданған хатты тауып алғанын айтты. Кота оны ашып, Риттің оны енді романтикалық мағынада жақсы көрмейтінін жазғанын анықтады. Бұл жай ғана сүйіспеншілік болды, өйткені олар бірге өсті. Енді ол басқа біреумен бірге болуды ойлап, оған басқа қызбен бақытты болуын тіледі. Кута ақыры жеңілдеп қалды. Ол оның өліміне себепкер емес екенін растады және ол оған ренжіген жоқ. Ол оған жақсылық тілеп, оны баяғыда кешірді. Ол өзін өте бақытты сезінді, әсіресе сырттағы барлық экрандарда оны қолдаған адамдардың суреттері мен бейнелері көрсетіліп жатқанын көргенде. Барлығы оны қолдады және мұның бәрі осы үрдісті бастаған және шындықты ашқан Мимидің арқасында. Мен оған кездесуді сұрайтын хабарламалар жібердім. Ол оны Риттің қабіріне апарды, таныстырды, хатты көрсетті және ақыры өзін кінәлауды доғаратынын айтты. Енді оның қайтадан сүюге және сүйікті болуға мүмкіндігі бар. Оның сөздері Мимиді қатты қуантты. Ол оған әрқашан қолдау көрсететінін айтты. Ол одан бас тартса да, ол әрқашан оның жанкүйерлерінің бірі болып қала береді және оны барлық жағынан қолдайды. Ол кеткеннен кейін Кута баспасөзге мәлімдеме жасады. Ол бар шындықты айтып, хатты Риге өлер алдында көрсетті. Адамдар оған тағы да жанашырлық танытты. Оның танымалдылығы одан сайын артып, 500 000 жазылушысын жоғалтудың орнына 3 миллионға жетті. Фестиваль дер кезінде өтті. Барлық экрандарда олардың өнері көрсетіліп, барлығы тамашаланды. Олар өте көп қаралым жинады және барлық альбомдар сатылып кетті. Ол армандаған шыңына жетті. Бір кездері тамақ таратып жүрген Мими концерттің хабарландыруын көріп, оның сәтті өткеніне қуанды, бірақ оның аспандағы жұлдыздай алыстап бара жатқанын іштей мұңайып сезінді. Ол оның нөмірін өшіріп, алыстан үнсіз қолдау көрсетуді шешті. Бұл оған өте қиын қадам болды. Ол үшін дұға ету үшін ғибадатханаға барды. Кенеттен Кота оның артынан жүгіріп келіп, енді ешқашан қашпайтынын айтты. Ол оны жақсы көретінін және одан аулақ бола алмайтынын түсінді. Олар бірден қарым-қатынасқа түсе алмады, бірақ бірінші мүмкіндікте ол кездесіп жүргенін жариялауы керек еді. Ол оны таңдап, барлығына оны жақсы көретінін айтатын еді. Ол оған осы уақыт бойы қасында болғаны үшін алғыс айтты. Ол оған топтың бәрі ыдырап кеткенін, бірақ оны ешқашан тастамайтынын айтты. Ол оған деген сүйіспеншілігін мойындады және ол қатты қуанды. Ол оған қолайлы сәтті күтетінін айтты. Мүмкін қазір емес, мүмкін кейінірек,
тіпті жылдар қажет болса да, біздің әңгімеміз осымен аяқталады. Лайк басып, жазылыңыз. Келесі серияда кездескенше, сау болыңыз.